Осы экрандағы номерге хабарласыңыздар, құрметті достар. Апамыз сіздерге түсіріп 40 бағасын 40 миллион деді. Енді саудасы бар ма апа десем, ең ақылың келетін болса 35 миллионға нақты беріп жіберем деді. 35 миллионға нақты болса саудасы. 35 миллион нақты болса, менің атымнан баратын болсаңыздар, беріп жібереді. Точно, я? Бисмилля, альхамдулилля, ассалату ассаламу аля расулилля, амабат, ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Құрметті достар, міне бүгін Жібек жолы ауылына келдік. Жібек жолы ауылында осы 23-ші үйіміз сатылады екен. Абылайхан көшесі 23-ші үй. Үлкен 22 соттық жері бар. 10 бөлмелі үйіміз сатылады. Бүгін сатылымда Жібек жолы ауылында. Бер жағымыз Машат, бер жағымыз Сихма ауылы, Майкен. Осы екінші көше, главный көшеде 23-ші үйіміз сатылады. Жүріңіздер, кеттік көрсетіп. Осы үйіміз сатылады, міне. Үлкен, әдемі. Көшеге дейін шыққан, міне. Әдемі планда салынған екен. Ұзын 22 метр. Бер жағымызда. Міне үйдің ішін көрсетейін сіздерге. Үлкен, міне кіреберіс қол, үлкен вообще. Көріңіздер. Енді кигенден кейін өздеріңіз білесіздер, қай жерде қалай істейтін, қандай спальный, нерде маған айтты, 4 спальный бар деді. Сол қолда міне. Үйдің іші кең, қарасаңыздар. Бер жақта тағы бір спальный сияқты. Жібек жолы ауылы қай жер десеңіздер. Бер жақта зал. Бер жағында тағы кішкентай. Детский істесеңіздер болады. Ар жағына тағы бір детский істесеңіздер болады. Бер жағы апам көбі пісіп отырған екен, кухня. Бер жағы душевой. Анау деген сияқты. Бер жақтан душевойдан шығып кетуге болады екен, арт жағы. Ар жағынан да шығуға болады екен. Аллаға осы жерден шығып кете берсіздер жаймен. Өте керемет жерде орналасқан екен. Осы экрандағы номерге хабарласыңыздар, құрметті достар. Апамыз сіздерге түсіріп 40 бағасын 40 миллион деді. Енді саудасы бар ма апа десем, ең ақылың келетін болса 35 миллионға нақты беріп жіберем деді. 35 миллионға нақты болса саудасы. 35 миллион нақты болса, менің атымнан баратын болсаңыздар, беріп жібереді. Бау-бақшасы бар екен, времянкасы бар екен, 2 бөлмелі. Жүріңіз көрсетейін мен. Артына. Мына жер котельный. Котельный міне. Бер жағы 2 бөлмелі времянка. Времянкасы міне 2 бөлмелі. Енді ауылды жерде тұрғанымыздан кейін үйде ауылды болады. Әдемі. Ат жағында мал шығуына жол бар, нер баня. Қой қора, сарай. Міне сарайымыз әдемі, үлкен деген. Үстіне бір 500 мың төңіректе шөп кетеді екен, нерден шығатын жері. Жеміс-жидекте әртүрлі ағаштар бар екен, нерде алма, жаңғақ, соған ұқсас. Жер өте үлкен. Аяғына дейін апарып көрсетейін мен сіздерді. Міне қараңыздар, қандай кең жерде орналасқан. Таза ауа.
Nerede bir көктемнің кезінде маевка істейсің ғой. Жаңғақтар төгіліп жатыр міне. Жер мына жерге дейін міне. Анау шлакоблокқа дейін ар жағы. Әрбір жұмыс дәлелімен болу керек, міне жаңғақ төгіліп жатыр. Аңғарыңыздар, кешен көшенің кеңін қарасаңыздар. Ана үйден мына үйге дейін кең. Екінші көше әкімшілік көшесі. Ана жерде мәдениет сарайы бар, үй, мектеп бар ар жерінде. Барлығы бір жерде орналасқан. Үлкен. Осы үй сатылады.